Дана партнер уже 721 мың теңге тапты достар, бір айдың ішінде. И мына жерде уже рекорд болып отыр бізде, қараңдар. Ең басында доход міне осылай болды, бір күнде 28 мың, осылай кетті доход, қараңдар. Мына жерде 37 мың теңге болды, бұл осы кездің рекорды болған. И одан кейін қараңдар, міне последний. Кеше сендерге көрсеттім 40 мың теңге, и бүгін представляете 46 мың теңге түсті. 46 мың теңге бір күнде. И мы уже заработали бір айда 721 мың теңге. Ал мынау достар бізде RPM. Соңғы 28 күннің RPM-і 664 теңге. То есть 1000 просмотрға 664 теңге төлейді деген сөз. Миллион просмотрға 664 мың теңге үшін. Ал мынау біздің видеолар. Мен сендерге тағы да естеріңе түсіріп кетейін. Дана партнердің каналына бір айдың ішінде 9 видео ғана салынды. 9 видео салынды, и мынау каждый видеоның табысы мына. Каждый видеоның табысы. Бір видео 133 мың теңге алып келді. Бұл за последний 28 дней. 123 мың, 92 мың, 31 мың, 17 мың теңге. А если за 90 дней десек біз, ну, в общем, бір ай и 5 күннің ішінде бір видео 207 мың, 196 мың, 92 мың теңге осындай табысқа келген. Ал енді Елдос партнерға келсек, 8 сентябрь, бүгін бір күннің полноценный доходы обновлять етілді. И в общем, бір күнде 40 мың, 8 сентябрьда 40 мың теңге түсті. И почему-то, хотя Елдос партнердің мысалы қазіргі атып атқан видеосы 18 минуттық болғанның өзінде, почему-то RPM аз екен, 460 деп тұр. 460 RPM деп тұр. И мына жерде сендерге айтып едім ғой, что жаңағы Елдос партнер 4 видео ғана салған деп. Бір видеосы 37 мың теңге келді, біреуі 1266, 152, 172 теңге. Міне көрдіңдер ме? В общем, сендер енді мына цифраға қарап, мысалы бір айдың ішінде 721 мың теңге, сосын бір күннің ішінде 40 мың теңге. Осы цифраға қарап біз не айта аламыз? Бұл цифраларға қарап, достар, біз прогноз жасай аламыз. Қандай прогноз? Маған көп қойылатын сұраққа я могу прогнозировать. Жаңағы партнерствоны алғанда қанша күнде біз табысқа шығамыз, жаңағы қанша уақытта біз өзіміздің төлеген 150 мың теңгені ақтап аламыз деген. Міне бір айдың ішінде, мысалы Дана партнер 2 аптада монетизацияға шықты, и міне бір айдың ішінде Дана партнер 721 мың теңге тапты. То есть 721 мың теңгенің жартысы ол Дананікі. И по сути уже мысалы бір айдың ішінде жаңағы былай айтқанда партнерствоның бағасын окупать етіп алды. И мына жерде мысалы Елдос партнерім бір күннің ішінде 40 мың теңге тапты. Ол 40 мың теңгенің мысалы жартысы 20 мың теңге мысалы Елдостікі. И былай алып санасақ, мысалы күніне 20 мың теңге болса, 10 күнде 200 мың теңге, 10 күнде 200 мың. Ну, в общем, былай айтқанда бір 20 күн ғой. 20 күннің ішінде партнерствоның мысалы осы бағасын ақтап тұр. То есть Елдос 10 күннің ішінде монетизацияға шықты, и плюс 20 күн, и сонда выходит бір айдың ішінде партнерствоның ақшасын ақтап алуға болады. Вот в теории это реально. Вот смог один, сможете и вы. И бұл прям күнде монтаждап, күнде андай қиналып, күнде мысалы бір съемка жасап, мысалы істеп жатқан жоқ. Дана бір айда 9-ақ видео салды, Елдос 2 аптаның ішінде мысалы 4-ақ видео салды. Міне достар, осылай. Енді достар, сендер ойланып жүрсіңдер, жаңа партнерствоны алайын ба, алмайын ба деп. Осыған қарап, сендер енді жаңағындай вывод жасай аласыңдар. В теории сендер бір айда, бір жарым айда осы салған 150 мың теңгелерді в теории ақтап аласыңдар. Самый главный, бұл жерде прям сендерге айтпаймын, легкие деньги деп, бұл жерде мысалы Данада, Елдоста, они прям старались. Олар жаңа контентті қойды, олар мысалы Елдос 4-ақ контент салса да, Дана 9 контент салса да, олар контенттер супер сапалы. Прям супер демей қойды, енді сапалы істелінген видеолар. Енді бірінші видеолар әрине кішкене сапасыз болады. Ол мысалы Елдоста да, Данада да жаңа бірінші мысалы сендерге көрсеттім ғой жаңа доходтарынан, мысалы кейбір видеолар 180 теңге әкелген, 200 теңге әкелген, мысалы ол видеолар сапасыз. Сендерде салғанда по-любому сапасыз болады. Самый главный, жаңағы начни на 3, улучши до 4, и улучши и усовершенствуй до 5 дейді ғой. Самый главный это начать. Сондықтан достар, в теории бір ай, бір жарым айда окупать етіп алуға болады. Ал енді кімдегім партнерствоны алғысы келеді? Осы сентябрь айында менде соңғы бір ақ қалды. Маған егер де партнерствоны аламын десеңдер, маған инстаграмға жекеге партнерство деп жазыңдар. И сендерге айтарым, смог один, сможете и вы. Потому что Елдоста, Данада олар қарапайым адамдар, 2 қол, 2 аяғы бар. Оларда обычный телефон, мысалы Данада iPhone 13, ал кімде Елдоста вообще iPhone 11. Сондай жай ғана, ешқандай оларда даже компьютер жоқ мысалы. То есть Елдоста компьютер бар, бірақ та ол компьютермен істеген жоқ, олар чисто телефонмен ғана істеді осы контентті. Сендерде просто телефон болса болды, телефонға завис етпесе болды, и сендер телефондарды бір 10-15 гигабайт бос болса болды. И интернет керек болды, сендер смело партнер бола аласыңдар. Партнерство бағасы қазір 350 мың теңге, но бірақ та осы октябрьдан бастап, октябрьда примерно тағы 3 партнер аламын, но қазіргі мына нәтижеге қарап, мен уже как минимум жаңағы неде октябрь айында мен қазір как минимум осы партнерство бағасын 1 миллион теңге қылдырып қойып қойын деп жатырмын. Сондықтан қазір мына соңғы бір орын қалды, 350 мыңға ілініп кетсеңдер болады. Кеттік.